Қайырлы кеш достар, мен бүгін сіздермен по-душам сөйлескім келіп тұр. Біз жақында күйеуіміз екеуміз Қытайға барып келдік та. И сол жерде мені таң қалдырған бір информация болды. Ол босанған әйелдің күтімі. Мысалы, біздің елде бізді олай күтпейді. Мен мысалы үшіншісіне аяғым ауыр қазір кезде. Біріншісінде де екіншісінде де менде ондай күтім болған жоқ. Бізде қайтеді. Әйтеуір бір қойын сойып берсе болды, сорпасын берсе болды, 40 күн қалжыласа болды. Былай айтқанда ондай бір поддержка, ондай бір внимание бізде жоқты әйел адамға деген. Оларда қалай десеңіз, былай екен. Әйел адам 2 қабат болатын болса, ол әйел адам төбесіне көтеріп ұстайды екен. Машинаның алдына отырғызады. Бізде не? Ой, қойшы, ұят болады, біз өзіміз арт жақта отыра береміз деп қысылып отыра береміз ғой. Сосын әйел адам босануға 2 апта қалған кезінде қасында 1-2 адам жүреді екен. Әйел адамды бақылайды. Ол қалай қиналып жүрген жоқ па, ода асқыну жоқ па деген сияқты бақылайды екен. Босанған соң қасында енесі, осылай туысқаны сияқты, сол сияқты 3 адам жүреді екен. Күйеуі бар. Оның біреуі мысалы әйел адамды жуындырады, күтеді, тамағын береді. Екіншісі балаға қарайды. Үшінші адам мысалы әйел адамды енді құттықтап келеді ғой палатасына. Сонда қонақтарды қарсы алады. Сөйтіп 3 адам көңіл бөледі екен. Тіпті айтады, біз дейді жатып трубочкамен су ішеміз дейді, басымызды да көтермейміз дейді, 40 күн қолымызды суға салмаймыз дейді. Бізде қалай? Роддомнан шыға саламыз, баламызды өзіміз шомылдырамыз, киімін өзіміз жуамыз, тіпті роддомның өзінде кірлерін жуып баланы сөйтіп отырамыз. Ол тағы жарайды ғой, оларда тағандай специалистер бар екен да. Мысалы, босанып шыққан әйел адамды үйінде күтеді екен. Олар сондай адамды алады екен, мысалы 40 күнге 500 мың төлейді екен примерно. Ол специалист, мысалы адам ол үйдің тамағын жасайды, 40 күн әйел адамға қарайды, кірін жуады, баланы шомылдырады, үйді тазалайды. Мысалы, баланы емізетін кезде ғана мамасына әкеп береді, сосын баланы ұйықтатады, өзі алып кетеді, тіпті жөргегіне дейін өзі ауыстырады екен. Түнде мысалы, егер бала жылап оянатын болса, бірінші сол адам тұрып, баланың жөргектерін ауыстырып, киімдерін ауыстыратын болса, сөйтіп ауыстырып, сосын мамасына әкеп емізуге береді екен. Сосын қайтадан алып кетеді екен. Ал мамасы 40 күн бойы сорпасын ішіп, сөйтіп демалып, жатып, солай өзін-өзі күтеді екен. И мен естіп, прям шок болдым оның бәрін естіп. Бізде қалай? Мысалы, сен кішкене бір 10 күннен артық жатып қойсаң не дейді? Біз деген бүйткенбіз жас кезімізде сөйткен, біз деген баланы бір жағынан жыласа, бір жағынан кірін жуатымыз, біз жатқызып қойып қонақты күтетінбіз деп сөйтіп айтып шығады. И бір жағынан депрессияға түсіруге алып келеді әйел адамды. Оларда прям күшті поддержка береді екен. Былай айтқанда біздің ел, мысалы, сүт без ауруларынан және де жадыр ауруларынан алдыңғы орында. Ойлаймын, мүмкін сол біздің солай күтінбегенімізден шығар деп. Өйткені ол кезде былай айтқанда әйел адамның сүйектері, буындары бәрі ажырайды, босайды. Мысалы, әйел адамға өте ауыр кезең 40 күн деген. Сол кезеңде сол дұрыс күтінбегендіктен бізде сондай көп аурулар бар деп ойлаймын. Сондықтан біз өз-өзіміз қолға алуымыз керек екен. Өз-өзімізді, денсаулығымызды өзіміз Алланың берген аманат ретінде қарауымыз керек екен. Олай, мысалы, болды, мен осы қалжырлансам болды, осы сорпасын ішсем болды, қана риза болып, басқа тірліктерді істеп, қолдан су өткізіп, олай істеуге болмайды екен. Сол үшін өзімізді өзіміз бағалайық, өзімізді өзіміз қадірлейік, өз денсаулығымыз өзіміздің қолымызда. Солай.